Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат. Бүгін сіздермен өте дәмді сливочный соустағы тефтелидің рецептімен бөлісетін боламын. Табамызға май құйып, бір пиязымызды осылай ұсақтап турап аламыз және де қуыратын боламыз. Жақсылап араластырып, қуыра бастаймыз. Үстіне күштен өткізілген сәбізімізді салып, жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Міне біздің сәбізімізбен жуамыз қуырылып болды. Осының жартысын бөлігін фаршқа қолданатын боламыз, ал жарты бөлігін тефтелилерімізді бұқтыруға алып қаламыз. Фаршымыздың үстіне осы қуырылған сәбізіміз бен пиязымызды саламыз. Үстіне шала піскен күрішімізді саламыз. Күріш толықтай піспеуі қажет, шала піскені жарайды. Үстіне тұз, қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған фаршымыздан тефтелилердің формасын келтіреміз, домалақтап жасап шығамыз. Барлығын дәл осылай дөңгелектетіп дайындап аламыз. Қуырылған пиязымыз бен сәбізіміздің үстіне кішкене су құямыз, яғни бұқтыру үшін қажет болады. Қайнай бастаған кезде үстіне ақырындап тефтелилерімізді салып шығамыз. Үстіне 10% кілегей қоссаңыздар болады. Мен 33% кілегейге үстіне су қосып пайдаландым. Сіздер 10%-ын пайдалансаңыздар болады. Баяуытта 20-30 минуттай пісіреміз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепті жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Қош сау болыңыздар.